Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі фиқ дәрісіміз хайыз жайында болмақ. Хайыз дегеніміз араб тілінде етеккірді айтады. Бұл тақырып фиқ ғылымында ерекше маңызды әрі күрделі тақырып. Ан-Нуқойя кітабы ықшамдалған фиқ кітабы болғандықтан хайызға қатысты тақырыпты да қысқа нұсқа берген. Соның ішіндегі кейбір дүниелерді қысқаша тарқатып айтуға тырысамыз. Ұлы сөздің ұяты жоқ, хайыз тақырыбы әйел кісілердің ішкі мәселесі болғанымен, оның үкімін білу парыз. Себебі үкімін білмеген әйел, хайыздың үкімін білмеген әйел ғибадатын дұрыс орындай алмайды. Сол себепті фиқ кітаптарында арнайы бап арналған хайызға қатысты, хайыз нифасқа қатысты жеке кітаптар жазылған. Жоғарыда да айтып өттік, бұл тақырып өте күрделі тақырып. Бұған байланысты үкімдер көп, дегенмен қайталап айтып өтеміз. Бұл кітабымыз шағын кітап болғандықтан кейбір дүниелер айтылмай қалып қалуы мүмкін, бірақ негізгі нәрселер айтылады. Әйел кісіден келетін қан үш түрлі: хайыз, нифас және истихаза. Біріншісі әр айда келетін етеккір, екіншісі нифас, яғни босанғаннан кейін ағатын қан, ал енді үшіншісі үзір қаны деп есептелінеді. Оның аты истихаза. Біріншісі мен екіншісінде намаз оқылмайды, ораза ұсталмайды, Құран оқылмайды. Құрандағы дұға аяттарын дұға ниетімен оқу рұқсат хайыз уақытында. Үшіншісінде, яғни үзір қанында әр намазға, әр уақытты намазға дәретті жаңартып отыру шарт. Бабул хайди, хайыз бабы. Хуа дамун, хайыз дегеніміз қан. Қандай қан? Енфудуху рахиму балиғатин, балиғатқа толған әйел адамның жатырынан келетін қан. Демек, жатырдан келмеген қанды хайыз қаны деп есептемейді екенбіз. Хайыз қаны болу үшін, яғни етеккір ретінде саналу үшін жатырдан келуі тиіс екен. Хайыз шамамен 9 жасында келе бастайды. Бұл қыздың балиғатқа толғандығының белгісі болмақ. Кей жағдайларда мүлдем хайыз келмеуі мүмкін, немесе кешелдетуі мүмкін қыз баласында. Мұндай жағдайда 15 жасына дейін балиғат жасы ретінде есептелмейді. 15 жасына толысымен хайыз келмесе де балиғатқа толған болып саналады. Ары қарай оқимыз. Ла даа биха, хайыз келген әйелде сырқат болмау керек. Өйткені сырқаты себепті келген қан хайыз емес. Уәла ияса, хайыз келген жастан асқан болмау керек. Хайыз тоқтайтын жасқа келгеннен кейінгі қандар хайыз емес. Ияс деген сөздің тілдік мағынасы үміті жоқ, үміті үзілген деген мағынада. Бірақ фиқта бұл термин хайызы тоқтаған жасқа жеткен әйел баласына қолданады. Шамамен 55-60 жасқа толған әйел. Сөйлемді толық оқитын болсақ, хуа дамун енфудуху рахиму балиғатин ла даа биха уәла ияса. Хайыз деп, хайызы тоқтайтын шаққа келмеген, әрі сырқаты жоқ, балиғат жасындағы әйелдің жатырынан келетін қан. Ары қарай оқимыз. Ва ақоллул хайди, хайыздың ең аз уақыты, ең аз келу уақыты, саласату айямин, 3 күн, ва лаялиха, 3 түн, яғни 3 тәулік. Сағатпен есептейтін болсақ 72 сағат. Кейде 78 сағат бойы үзілсіз келуі мүмкін, немесе кейде басында келіп, сосын 78 сағат толғаннан кейін, яғни 3-ші күн арада қан келмей, 3-ші күн қан келуі мүмкін. Екі аралықта қан келмесе де хайыз уақыты ретінде саналады. Мысалы, жексенбі күні күн шыққанда бір шама уақыт хайыз қаны келді делік, сосын тоқтап қалды. Сәрсенбі күні, яғни 3-ші күні күн шыққанда қайта қан келді. Осы аралықтағы 3 күн хайыз күні болып есептеледі. Ал енді 72 сағатқа толмай жатып хайыз қан тоқтап қалса не істейді? Мысалы, 2 күн қан келді делік, 3-ші күні қан тоқтап қалды. Оның үкімі не болмақ? Ондай кезде ең аз 15 күн бойы қан келмей қойса, әуелгі 2 күні келген қан хайыз емес, истихаза қаны, яғни үзір қаны ретінде саналады. Сол 2 күнде оқылмаған намаздар қаза етіледі. Бірақ 2 күннен кейін тоқтап 10-ші күні келсе не істейді? Онда осы 10 күннің бәрі хайыз күндері ретінде саналады.
Мысалы, айдың 20-сы және 21 күні қан келіп, 22-сінде тоқтап қалды дейік. Содан айдың 30 күні қан көрсе, осы арадағы күннің бәрі хайыз күндері ретінде саналады. Ары қарай оқимыз. Ва аксаруху ашаратун. Хайыздың ең көп келетін уақыты 10 күн. Кітаптың мына нұсқасында бұл сөз түсіп қалыпты. Негізгі мәтінде ва аксаруху ашаратун деп келеді. Хайыздың ең көп келетін уақыты 10 күн. 10 күннен аса келген қан хайыз емес, ол да истихаза қаны болып есептелінеді. Мысалы бір әйелдің хайызы 11 күн бойы келіп жатыр делік. Ондай кезде қараймыз, егер ол әйелдің ай сайын хайыз тоқтайтын әдеттегі уақыты болса, яғни 5 күн, 6 күн, 7 күн деген сияқты, осындай әдетке айналған белгілі уақыты бар әйелдерде 11 күн бойы қан келіп жатса, әдетке айналған күндерін хайыз ретінде санап, қалған күндерді истихаза үзір қаны ретінде есептейді. Мысалы, бір әйелдің әр айда хайыз қаны 5 күн келіп тоқтайды делік. Бұл жолы 11 күн бойы келді. Бұл әйел не істейді? Бұл әйел осы 11 күннің әдетке айналған 5 күнін хайыз күндері санап, қалған 6 күнде келген қанды истихаза ретінде есептейді. 10 күн келгенде 10 күннің бәрі хайыз күндері ретінде есептелетін еді. Белгілі әдетке айналған күні жоқ әйел ондай жағдайда 10 күнді хайыз күндері санап, 11-ші күнде келген қанды истихаза қаны ретінде есептейді. Екі хайыз арасындағы тазалық уақыты ең кемі 15 йоман, ең кемі 15 күн. Вала хадда ли аксарихи, ең көбінің шегі жоқ. Мысалы, өткен айда келген қан 26-сына тоқтаған болса, келесі келетін қанды хайыз қаны деп есептеуіміз үшін арадан ең кемі 15 күн өтуі тиіс. Ең аз 15 күн өтпей жатып келесі келген қан хайыз қаны емес, истихаза қаны ретінде саналады. Ал енді хайыздың келу уақыты пайғамбарымыздың хадистерінен алынған. Пайғамбарымыз бірнеше хадисінде хайыздың ең аз уақыты 3 күн, ең көп 10 күн деп айтқандығы хадис кітаптарында бар. Ал енді екі хайыз арасындағы тазалық күндерін ең аз 15 күн деп белгілеген негізінде ғұламалар, олар зерделеп, иштихад жасап, сондай тоқтамға келген ертеректе. Бірақ бұл пәтуаға демеу болатын әлсіз де болса хадис бар. Ол хадисте былай делінген: хайыздың ең азы 3 күн, ең көбі 10 күн. Екі хайыз арасындағы күндер ең аз 15 күн. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.